Саламатсыздар ма ұстаздар, сіздермен ұстаз KZ. Бүгін мен сіздерге әртүрлі пәнге арналған симулятор көрсететін сайтпен таныстырғым келеді. Ең әуелі Google'дың іздеу жолағына Java Lab деп жазып аламыз. Осы бірінші сілтемеге басып өтеміз. Мінекей бізде осындай бет шығады. Перевести на русском батырмасын басып, орыс тіліне ауыстырып алсаңыздар болады. Мінекей әртүрлі пәнге арналған симуляторларды көре аласыздар. Мысалы, анатомия, химия, география, астрономия және де биология пәні бар. Қазір биология пәніне кіріп көретін боламыз. Осының ішіне кіріп көрейік. Мысалы, бұл генетикаға байланысты симулятор болып табылады. Тағы да басқа тақырыптағы симуляторға кіріп көретін боламыз. Мысалы, мынау өсімдіктің тыныс алуы. Осылай үлкейтіп алып, оқушыларға көрсетсеңіздер болады. Мысалы, осыны жылжыта отырып, түнде қалай өсімдік тыныс алады, ал күндіз қалай тыныс алады. Тақырыпты түсіндіре отырып, осы симуляторды қосып балаларға көрсетсеңіздер болады. Келесі бізде химия пәніне арналған симуляторларды көрсететін боламын. Мысалы, молекула тақырыбына байланысты осындай симуляторлар көп. Сабақты түсіндіру барысында балаларға көрсете аласыздар. Келесі бетте бізде осындай география пәніне арналған симулятор болып табылады. Астрономияда географияның бір саласы ретінде жүргендіктен, осы астрономия тақырыбын өткен кезде балаларға көрсете аласыздар. Бүгінгі сайт сіздерге ұнады деген ойдамын. Қателеріңізге жарасын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен ұстаз KZ.